Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің асханамда шошқа бауырсақтардың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 500 грамм ұнымыз керек. Кенде от салып алдым. Және бір шай қасықпен осындай тұзымызды салып алдым. 100 грамм қантымызды салып аламыз. 100 грамм сұйық майымызды құйып аламыз. Бір жұмыртқамызды саламыз. Бауырсағымыз әдемі, дәмді болу үшін мен 100 граммдай кішкене қаймақ қосып жатырмын. Неше пайыздық болса да бола берсін. Сіздер қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да ешқандай айырмашылық жоқ. Бірақ қоссаңыздар әдемі болады. Және бізге нан соды керек. Нан соды міне шай қасықпен кішкене ғана қосамын. Енді жылы суымызды құйып отырып, ақырын бұқтырамыз. Тез дайындалатын осындай жұмсақ шырша бауырсақты жаңа жыл қарсаңында отбасыңызға арнап сіздер жасаңыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде сіздерден кері байланыс күтемін. Жасап көріңіздер, қалай шыққан жазыңыздар міндетті түрде. Тез дайындалады. 10 минуттан кейін бірден нанымызды, яғни бауырсағымызды пісіре бастаймыз. Осындай шырша бауырсақтарды мен жылда дастарханға қою үшін дайындаймын. Дастарханымыздың сәнін келтіретін осындай шырша бауырсақтарды үйден жасап көріңіздер. Өте әдемі, жұмсақ, тәтті бауырсақтарымыз дайын болады. Міне өзіміз аштық болды. Міне біз аштық болдық. Енді кішкене суымызбен басып жібереміз. Он минуттан кейін пісіре бересіздер. Нанымызды аштық болды. Енді 10 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Достар, менің бауырсағым осындай болып тұр екен. Ашып, кішкене енді ұнды сеуіп, нанымызды алып шығамыз. Бір басып жіберейік. Ашытқаннан кейін әдемі болып тұр екен. Ұнымызды сеуіп жіберейік жауыспау үшін. Енді нанымызды осылай ысып аламыз. Жұмсақ ашытқаннан кейін бізге ұн себу керек болады. Енді қазір тілетін боламыз. Ал шырша бауырсақты қалай жасалу керек екенін қарап алыңыздар. Нанымызды осылай кесіп аламыз. Ешқандай қиындық тудырмайды. Осылай кесіп шығасыздар. Міне, осылай кесіп алып, ақырын осылай пышақтың көмегімен жан-жағын ғана осылай кесесіздер. Осылай дайын болады. Тез әрі жылдам жасап көруді ұмытпаңыздар. 10
осылай үшбұрышты қылып кесіп осылай шыршаның көлемінде жасай бересіздер. Міне осылай бір жағынан 2 рет, екінші жағынан 2 рет. 1 2 1 2 болды. Шырша бауырсағымыз дайын. Қазір піскенде көресіздер осы бауырсақтардың қалай болатынын. Міне осындай шырша бауырсақтар дайын болады. Ешқандай қиындық тудырмайтын шырша бауырсақтарды дайындап, маған міндетті түрде осы рецепт бойынша мен жасап көрдім. Менде осылай шықты деп жазуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып кетіңіздер. Бірнешеуін көрсетіп жатырмын. Бір, екі, үш, төрт болды. Осылай ғана кесе саласыздар. Осы нанды ысардың алдында майымызды газымызға қосып қойдық. Енді майды қайнап қалды. Қазір бірден салып алып майға пісіретін боламыз. Ешқандай қиындық тудырмайтын шырша бауырсақтарды дайындап, маған міндетті түрде осы рецепт бойынша мен жасап көрдім. Менде осылай шықты деп жазуды ұмытпаңыздар. Пікір қалдырып кетіңіздер. Жаңа жылдық столдың сәнін келтіретін бауырсақтарымыздың бір түрі. Түсінікті болсын деп бірнешеуін көрсетіп жатырмын. Әдемі болсын десеңіздер, осылай үшке де бөліп жіберуге болады. Өздеріңіз білесіздер енді қалай болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы. Мен осылай 2-ден 4-ке тілемін. Міне бауырсақтарымыздың барлығын жасап алдық. Енді пісіретін боламыз. Ал енді біздің майымыз қайнап жатыр. Бауырсағымызды саламыз. Жаңа жылдық дастарханымыздың сәнін келтіретін осындай әдемі бауырсақтарды сіздер де видеоны жасап көріңіздер. Міндетті түрде ойларыңызбен бөлісіңіздер. Тез пісетін, жұмсақ, дәмді бауырсақтарымыз. Екінші жағын ауыстырып жіберейік, аударып жіберейік. Қызарып әдемі болып пісіп жатыр екен. Бауырсағымыз осындай болып дайын болады. Мама, шырша бауырсақ пісіресің ба дейді менің қыздарым. Не осылай. Осындай шырша бауырсағымыз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Міне достар, бүгінгі дайындаған мен шырша бауырсағым осындай әдемі болып пісіп шықты. Небәрі 20 минуттық шырша бауырсақтарымыз осылай дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Біздегі бүгінгі 20 минутта дайын болатын шырша бауырсағымыз міне осы. Міне, осындай жұмсақ, әдемі болған. Күшті болған. Осы рецептпен мен де жасадым деген жандар болатын болса, маған жазыңыздар. Жей бергім келеді ғой. Мына қараңыздар, шырша бауырсақтар. Қандай әдемі. Тез әрі жылдам дайындалатын шырша бауырсақтарымыз осылай дайын болып, әдемі болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көруді ұмытпаңыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, күнделікті жаңа шыққан видеолардан рецепт бойынша жасап көріңіздер.